Енді біз браузер арқылы ашып қарайтын болсақ, экранға ертай View деп шығады. JavaScript'те alert деген бар. Қандай да біз осылай шығарамыз, сол кезде 20 деп шығарады. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеода біз JavaScript сабақтарын бастаймыз. JavaScript бұл бағдарламалау тілі, бұл арқылы қазір сайттарда мысалға слайдерлер жасалуы мүмкін, немесе сізде мысалға сайтқа тіркелетін болсаңыз, тіркелетін жолақты дұрыс толтырмайтын болсаңыз, осы жолақты дұрыс толтыр, немесе электронды поштаны жаз, немесе сан жазатын жерге сөз жазатын болсаңыз, бұл жерге сан жазылу керек деген сияқты сондай ескертулер шығады. Бұның барлығы әрине JavaScript арқылы жасалады. Қосымша сайттарда әртүрлі анимацияларда жасалуы мүмкін. JavaScript бұрын солай болған, ал қазіргі уақытта JavaScript арқылы мобильді қосымшалар да жасалады, компьютерлік программалар да жасалады. Тіпті ақылды үйлерді программалау үшін де осы JavaScript-тің белгілі бір технологиялары қолданылады. Яғни бұның мүмкіндігі өте жоғары, және әртүрлі программалау тілдерінің рейтингін салыстыратын сайттарды қарайтын болсаңыз, бұл JavaScript-тің рейтингі өте жоғары тұр. Енді бұл жерде мен нені үйрету қажет деп сондай бір ойланып қарадым. Сол кезде ең маңызды деп мен осы ең маңызды емес, енді ең қажет болады деген осындай бөлімдерді алдым. Бұны мен шатасып кетпес үшін жазып қойдым, және осы бойынша біз осылардың барлығын бүгінгі видеода қарастыратын боламыз. Егер сіз HTML CSS-ті білетін болсаңыз, JavaScript кішкене қиындау болуы мүмкін, себебі бұл нағыз программалау тілі. JavaScript-ті білгеннен кейін сіз программист ретінде өзіңізді сезіне бастасаңыз болады. Себебі бұл нағыз программистер қолданатын бағдарламалау тілі болып есептелінеді. Бірінші сіз HTML CSS-ті білуіңіз керек қазіргі бүгінгі видеоны қарау үшін, және әрі қарай осы JavaScript-ті бастасаңыз болады. Енді мына редактор Sublime Text деп аталады. Бұны жүктеп алуға арналған сілтемені мен тастамаймын. Жай ғана Google-ға Sublime Text деп жазыңыз, одан кейін скачать етіп алсаңыз болады. Немесе Notepad, басқа кез келген жарайды. Мен мына рабочий столда, жұмыс үстелінде екі файл ашып қойдым, index.html және app.js деген. JavaScript кодтарды жазу үшін сіз app.js деген осындай файл, яғни файл ашуыңыз керек. Ол үшін создать дейсіз де, мына жерден текстовый документ. Егер сіздің компьютеріңізде форматты қолдайтын болса, мынаның соңында txt деп тұрады. Оны алып тастайсыз да, просто js деп жазасыз. Менде ондай емес, мен просто новый JavaScript файлды қосу үшін мына жерден файл new детінде таңдадым, осылай қосып жібердім. Енді бірінші біз HTML кодты жазуды бастайық. Мен бірінші HTML-ді жазам, JavaScript-тен жұмыс жасау үшін. Мына жерге ештеңе жазып қажет емес. Енді келесі маңызды тапсырма ол JavaScript-ті осы HTML страницаға қосу. Оны қалай қосамыз? Оны қосудың бірнеше жолы бар. Бірінші оны мына жер арқылы қосу, мына жерге жазу, немесе мына жерге жазсаңыз да болады. Негізі JavaScript файлды осы HTML документтің ең соңғы жағына жазған дұрыс. Себебі ол біраз жүктеліп тұруы мүмкін, яғни сайтыңызға нагрузка түсіреді. Скриптті жазамыз. Одан кейін src. Бұл жерге біз не жазамыз? Егер сіздің JavaScript файлыңыздың аты app.js болатын болса, мына жерге де app.js деп жазамыз. Бұл жерде бірдеңені назарға алыңыз. Менде app.js деген мына HTML құжаттың ішінде тұр, екеуі бір жерде. Егер әдетте сайт істеген кезде ол былай js деген жеке папканың ішінде тұрады. Яғни мынаның ішінде тұрады. Ондай жағдайда сіз әрине HTML-ді CSS-ті қараған болсаңыз, түсінген боларсыз, бұлай жазылады. Қазіргі жағдайда менде осылай жазылу керек. Енді JavaScript-тің нәтижелерін қарау үшін әрине сізге мынаны кетіріп тастайын, мына HTML құжатты ашу қажет. Бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ. Ал енді біз JavaScript-мен жұмыс жасауды бастаймыз. JavaScript-те кодтарды мен осы жерге жазам. Мынаған назар аудармаңыз. Бұларды тек қана мен қателесіп кетпес үшін жазып қойғандарым. Енді JavaScript-те бірінші бұл айнымалылар. Бұл қандай да бір нәтижені сақтау үшін қолданылады. Мысалға, бұл осы екі оператор. Бірақ бұны біз түсіну үшін бірінші мен мынадай функцияны жазып көрсетейін. JavaScript-те alert деген бар. Қандай да бір ескертулерді веб-сайтта экранға шығарып қою үшін. Мысалға, alert, ертай.
Енді JavaScriptті былай ашып қараймыз. Сол кезде міне көріп отырғанымыздай ертай деген сөз экранға шықты. Окей. Егер сізде осылай шығатын болса, онда сіз JavaScript файлды сәтті қостыңыз. Ал егер осылай шықпаған жағдайда, сізде бұл дұрыс емес болуы мүмкін. Яғни дұрыс емес деген сөз. Онда қайталап шығыңыз тағы да. Енді тағы айта кететін жағдай, мына JavaScript кодтарды жеке файлға жазылады. Негізінде солай жазған дұрыс. Дегенмен оны мына жерге де жазуға болады. Яғни сіз былай қоспайсыз, осы екі араға JavaScript кодтарды жаза берсеңіз болады. Олар ондай жағдайда да жұмыс жасайды ол. Жеке файл ашқыңыз келмесе, солай жазып көрсеңіз де болады. Енді айнымалылар дегеніміз қандай да бір нәтижені сақтауға арналған. Ол үшін біз мына жерге const деп жазамыз. Const мысалға username тең болады қандайға? Username тең болады ертайға мысалға. Ертай Q деп қояйын. Және соңын жабамыз. Енді бұның мынада сақталған нәтижені көру үшін біз мына жерге username деп жазуымыз керек. Енді біз браузер арқылы ашып қарайтын болсақ, экранға ертай Q деп шығады. Иә, өте тамаша. Ал енді const деп жазамыз. Username 2 деп жазатын болсақ, мысалға afn деп жазайық мысалға. Ойыма келген сөз жаза салдым. Енді біз егер мынаның орнына username 2 деп жазатын болсақ, экранға міне afn деген сөз шығады. Мен оны не екен білмеймін, просто жаза салдым. Егер осылай біз айнымалыларды көп жазсақ болады. Бұны біз қазақша негізі айнымалы деп атайды. Орысша переменный. Негізі қазақша айтсаң кейбір сөздер өте түсініксіз, себебі мен информацияны тек қана ағылшынша қарадым, одан кейін әрине орысша. Одан кейін мысалға бүйтіп Куанишев деп жазатын болсақ, username 3-ті экранға шығаратын болсақ, онда міне Куанишев деп шығады. Бұл айнымалы деп аталады. Енді бұл жерге біз мынау текст деп аталады, яғни string деп аталады. Бұлай программисттердің тілімен айтқанда, қосымша бұл жерге біз санды сақтай аламыз. Мысалға age қанша? Age деген жасы деген сөз. Мына жерге не жазсаңыз да болады, тек ағылшынша жазуыңыз керек, яғни латинский алфавитпен. Мысалға 21. Енді оны экранға шығару үшін мен age дегенді жазам. Мына жерге экранға 21 деп шығады. Бұл деген сөз мынау айтады age-ға, мынау alert age-ді шығар дейді. Сосын мынаға назар аударады, ол қандай нәтижеге тең? 21-ге тең бе? Демек экранға 21 шығады. Енді былай істесек болады. 21 емес, мысалға 21/10-4. Осылай да жазылуы мүмкін кейбір сайттарда. Бұл float деп аталады. Не осылай? Бұл const деп жазылады. Егер сіз бұрынғы бір уроктарды қараған болсаңыз, бір 2-3 жыл бұрын шыққан, ол жерде var деп жазылады. Бірақ JavaScript-тің соңғы версиясында бұл var-ды қолданыстан алып тастады десек те болады. Оның орнына const және let келді. Екеуінің айырмашылығын қазір түсіндірем. Енді бұл жерде JavaScript-те математический функция деген бар. Бұған сәл азырақ қана мен тоқтала кетейін. Мысалға 21. Мынау 21-ге тең. 21 қосылған 5 дейтін болсақ, математикалық функция қанша болады? Міне 26. Экранға 26 деп шығарды. Керісінше қосылған тағы 7 десек те болады. Сол кезде 33 деп шығарады. Бұл жерде математикалық функциялар қосу, азайту 1 деген бар. Азайту деп жазсақ, керісінше мыналарды қосады да соңында біреуін алып тастайды. Мысалға 5 азайтырылған 1. Экранға міне 4 деп шығады. Енді бөлу деген бар. Бөлу бізде былай, негіз былай жазып жүрміз, бірақ программалау тілінде бөлу деген былай жазылады. 5, мысалға кішкене түсінікті болсын, 8 бөлінген, мысалға 2. Қанша болады? Ол 4-ке тең. Және көбейту деген бар. Көбейту ол осылай жазылады. 8 көбейтілген 2. Және 16-ға тең. Одан кейін бұл математикалық функциялар мен барлығына максимал түрде азырақ және түсінікті тілде айтуға тырысып жатырмын. Негізі программалау тілдерінде қарастыратын заттар өте көп. Оны сіз тәжірибе жинағаннан кейін қосымша түрде қарастырсаңыз болады. Оны қай жерден қарауға болатынына мен жеке сілтеме берем.
Одан кейін бізге мысалға мынандай шығару керек экранға. Ертай, аты Ертай, жасы 21 деген секілді. Мына жерге 21 деп жазып қояйын. Оны қалай істейміз? Мына жерге username 1 дегенді алып тастайын. Username тең болады. Одан кейін плюс деп жазамыз және age. Бұндай жағдайда экранға міне Ертай 21 деп шығады. Яғни біз екі айнымалыны жалғау үшін плюсты қолданамыз. Ал бізге қасына жасы дегенді қосу керек, аты дегенді қосу керек. Оны қалай істейміз? Ол үшін былай жақша ашамыз. Жасы деп жазамын. Бұны біреуімен де жазуға болады. Бұлай кейбіреулер біреуімен жазады, кейбіреулер екеуімен жазады. Енді разница жоқ. Жасы, бірінші аты деп жазайық. Аты Ертай, одан кейін жасы міне осыған тең. Қателік. Бір жерден біз қате жібердік. Мына жерге плюс қоямыз. Міндетті түрде плюс қоямыз және пробелдің барлығын алып тастайын. Бұның не үшін екенін қазір түсіндіремін. Мына жерде міне жасы деген сөз осындай болып кетті. Енді бұның барлығы кодировкадан, егер сізде HTML болатын болса, мына жерге, яғни кодировка дегеніміз мысалға қазақша қ дегенді қабылдау мүмкін, оның орнына сұрақ белгісі кетуі мүмкін, немесе кириллицаны қабылдамай, оның орнына басқа бір сөздер кетіп қалуы мүмкін. Ол үшін мына жерге мета, HTML-да біз бұны қарастырған болатынбыз. Егер қателеспесем, мета charset UTF-8 дейміз. Егер кириллица болса, осылай жазамыз. Сондай жағдайда міне дәл осылай шығады. Аты Ертай, жасы 21. Бірақ енді көріп отырғаныңыздай, мына жерде бір арасын ашу қажет. Оны қалай істейміз? Ол үшін просто мынаны ашамыз. Мынаны емес, мынаны ашамыз. Және мына жерден мынаны ашамыз. Мына жерден екеуінің арасын ашу үшін мына жағында ашып қоямыз. Сол кезде міне былай шығады. Аты Ертай, жасы 21-ге тең. Жасы 21-де. Негізі мен 22 демін. 22 деп қояйын. Міне дәл осылай. Енді сосын ескеретін мынадай жағдай бар. Егер мысалға age осыған тең және const age мысалға жасы 2 тең болады 1-ге дейтін болсақ, мынаны алып тастаймын. Age қосылған age 2 дейтін болсақ, ол нешеге тең болады деп ойлайсыздар? Бұл 23-ге тең. Яғни мынау 22-ге мынау 1-ді қосады просто. Оны былай жазу емес, астына былай бір-бірін екеуін қосуға болады. Сосын мынадай бар. Const, мысалға result. Байқаған болсаңыздар, мына жерге кез келген сөз жазуға болады. Мен енді программа жазғанда түсінікті болу үшін мына жерге не сақталады, соны жазып қою керек. Мысалға мына username аты, age деген жасы. Result тең болады, мысалға age қосылған age 2. Егер экранға біз result шығаратын болсақ, 23 болады. Яғни өзгермейді. Ал енді мынадай жағдай бар. Мына жерге мысалға біз 22-ні string түрінде жазатын болсақ, яғни мынау string деп аталады. Енді былай түсінікті болу үшін мен текст деп атайын. Текст түрінде жазатын болсақ, қалай болады деп ойлайсыздар? Бұндай жағдайда 221 болады. Неге? Мынау 22 біріншісі және мынау 1-ге тең. Мынау 22-ні мынаның алдына қояды, яғни мынаның ардына просто былай жалғай салады. Мынау текст болғаннан кейін оған 1 деген цифр қосылмайды. Себебі мынау цифр емес. Мынау текст. Текстқа просто ол артына жабыса салады, ол қосылмайды. Сондықтан осыны ескересіздер. Егер былай жазатын болсаңыздар, случайно егер ол типі текст, яғни string болатын болса, ол просто былай жалғана салады, ол қосылмайды. Былай 22 деп жазып қояйын. Одан кейін JavaScript'те let деген бар. Бұл let не үшін қажет? Егер мысалға айталық былай age 22-ге тең. Мысалға менің жасым 22-ге тең. Осылай жазып қояйын. Ал енді бір жерде оны өзгерту қажет. Мысалға age мысалға 25 дейік. Бұндай жағдайда экранға 25 деп шығу қажет. Бірақ не болады? Бірақ ештеңе шықпайды. Бұл қателік.
бұл қателік болып есептелінеді. Себебі const деген сөз айтады. Сен жасың 22-де ме, болды 22 болып тұрады, өзгермейді ешқашан. Мына юзернейм солай. Сен атың Ертай, болды Ертай дегенді өзгерте алмайсың, болды сен Ертай болып тұра бересің. Мына жерде мысалға оны өзгерте алмаймын қайтадан. Ал сондықтан let деген бір функция бар, ол айтады, сен жасың 22-де ме, өзгерте бер кез келген значениеге. Менің алдымда тұрған осыны өзгерте беруге болады. Let 22-ге тең экранға осылай 25 деп шығады. Керісінше, мына жерде мысалға username деп тұр. Оны да мына жерде қасына const деп, яғни let деп жазбай, мынада let деп жазамыз, сондай жағдайда өзгертуге болады. Оны мысалға eq деп өзгертіп жіберуге болады. Егер экранға шығаратын болсақ, міне eq деп тұр. Яғни осылай өзгертуге болады. Енді бұл let const деген жалпы JavaScript-пен жұмыс жасағанда өте көп қолданылады. Сондықтан бұған үйрене берсеңіздер болады. Енді келесі функциялар бұл шартты оператор деп атайды. Жалпы кейбір сондай атауларды мен қазақша қалай атайтынын шыны керек білмеймін. Себебі орысша қарадық көбіміз, ағылшынша. Шартты операторлар дегеніміз қандай да бір нәтижені тексереді. Енді ол программа істегенде өте көп зат болуы мүмкін. Мысалға, сайтқа тіркелетін кезде сіздің жасыңыз мысалға 20-дан төмен болса, сізді сайтқа тіркелуге мүмкіндік бермейді. Немесе сіздің банк шотыңызда ақша аз болатын болса, төлем жасауға мүмкіндік бермейді. Алдын ала төлем жасамас бұрын банк шотыңызда ақша бар ма жоқ па соны тексереді. Ол да программа, ол шартты оператор деп аталады. Ал енді шынайы өмірде мысалға айталық, мынадай болуы мүмкін, егер сіздің мысалға жасыңыз 18-ге толмаған болса, онда қандай да бір орындарға кіргізбейді деген сияқты. Ал енді оны программа түрінде шартты оператор деп атайды. Оны қалай істейміз? Мен бірінші мына alert дегенді алып тастайын уақытша, ол ескерту шығару экранға. Енді шартты оператор бұл if деп жазылады. Бұл if деген сөз қазақшаға егер деп аударылады. Егер деп бірінші тексереді. Мысалға біз мынадай программа жасайық. Егер менің жасым 18-ден жоғары болатын болса, экранға сен кәмелеттік жасқа толғансың деген сөз шығарады. Ал егер 18-ден кіші болатын болса, толмаған болса, онда сенің жасың 18-ге толмаған, сен кәмелет жасына толмағансың деген сөзді шығарады. Ол үшін біз қалай істейміз? If деп жазамыз. Одан кейін осындай ашамыз, бұны қалай атайтынын білмеймін мен. Одан кейін осының ішіне шарт қоямыз. Яғни шарт қалай жазылады? Шарттың бірнеше түрі бар. Мысалға age. Егер 18-ге тең болса, немесе мынадай кіші, немесе үлкен, немесе кіші. Егер 18-ден кіші болса, егер 18-ден үлкен болса, мына жасы, мына 18-ден үлкен болса, үлкен немесе тең болса деген. Енді біз кішкене жаңадан бастаушылар қарайтын болса, кішкене шошып кетпес үшін жай ғана қарапайым мысал алайық. Егер сенің жасың мысалы 18-ден үлкен болса, экранға осындай сөз шығарады. Мынаның ішіндегісі, егер мына шарт орындалған жағдайда ғана орындалады. Мысалға жазамыз. Сен кәмелет жасына толғансың. Осылай. Ал егер else деген бар, егер мынау орындалмаған жағдайда, осы else деген орындалады. Alert кәмелет жасына бауырым. Енді экранға біз көрейік. Экранға мынаны ашпас бұрын ойланып көріңіздер, экранға не деп шығу керек? Кәмелет жасына толғансың ба, толмағансың ба? Ол былай шығады. Сен кәмелет жасына толғансың. Себебі бізде жасымыз мына жерде 25 деп көрсеттік. Ал егер 17 болатын болса, кәмелет жасына толмағансың дейді. Яғни толмағанбыз. Себебі біз 17-теміз. Бұл условие осындай. Одан кейін шарт қоюдың мынадай жолы бар. Тең болса деген. Мысалға жасымыз тек қана 18-ге тең болса ғана, сен мысалға 18 дейсің. Сен 18 дейсің деп шығарады. Экранға қазір не деп шығару керек? Экранға ештеңе деп шығармайды. Себебі біздің жасымыз 17 деп көрсеттік. Енді бұл орындалу үшін біз жасымызды 18 деп көрсетуіміз керек. 18 дейтін болсақ, сен 18 дейсің деп экранға шығарып тұр. Енді условие мен жұмыс жасағанда осы программалауда өте көп қолданылатын boolean деп аталатын сондай тип бар.
Бұл true false деп аталады. Жаңа мен оны көрсеткен жоқпын, себебі өте түсініксіз болып кетуі мүмкін. Бұл мынадай. Мына жерге жазайын. Let мысалға is admin. Admin бе деп тұр. Бұл boolean дегеніміздің екі ғана нәтижесі бар. Бұл false немесе true. Бұл үшін біз мынадай істейік. Сайттарда мысалға админ ба, админ емес пе тексереді. Сол үшін осындай false true деген значение қолданылады. Мына жерге true деп тұрады. Егер біз қазір мынадай программа істейік. Егер бұл админ болатын болса, экранға сен админсің деп шығарады. Сен мысалға админ қош келдіңіз деп. Админ қош келдіңіз. Егер админ болатын болса бұл else. Егер керісінше болатын болса, онда құры деп шығарады. Мынау тексереді. Егер мынау админ болса деп тұр. True деген иә немесе жоқ деп аударуға болады қазақша. Әрине басқа да нәтижелер бар. Дұрыс, бұрыс деп аудару мүмкін. Иә, жоқ деген секілді. Админ қош келдіңіз деп экранға сөз шығарады. Не, себебі біз true дедік, иә дедік. Админ бе деп тұр. Жоқ, мысалға false. Мына жерге кез келген сөз жазуға болады. Онда құры деген сөзді экранға шығарады. Одан кейін условия қоюдың мынадай жолы бар. Else деп жаздық, else if деген. Else if. Енді бұны біз, мен бұны болмаса деп аудардым. Бірінші бұл тексереді. Бұл админ бе дейді. Жарайды, админ емес пе? Онда мүмкін мынадай шығар дейді. Жоқ, мүмкін ал ең соңында барып мынау орындалады. Сосын мына жерге мысал жазайық. Let немесе const деп жазуға болады, себебі бұл өзгермейді. Значениесі is moder. Яғни модератор ма? True. Is модератор ма? Мысалға ол тексереді. Is moder. Ол бірінші тексереді, админсің бе дейді. Жоқ. Жарайды, егер ол админ болмаса, онда келесі орындалады. Ол модератор ма дейді. Жоқ. Соны тексереді. Мысалға егер модератор болатын болса, экранға сөз шығарады. Модератор деген сөз. Мен мына жерде жаздым, ол админ емес. Ертай админ емес, ол модератор. Иә, модератор дегенге true қойдым. Яғни экранға модератор деп шығару керек. Міне, модератор деді. Ал керісінше біз false дейтін болсақ, екеуіне де онда құры деп экранға шығарады. Сен ешкім емессің. Егер админ true дейтін болсақ, онда экранға әрине админ қош келдіңіз дейді. Егер мынанда true дейтін болсақ, админ қош келдіңіз дейді. Иә, себебі тек қана мынау орындалады, ол келесісі орындалмайды. Себебі біріншісі орындалды, келесісі орындалмайды ондай жағдайда. Мынау орындалмаған жағдайда мынаны тексереді. Енді бұл шартты оператор деп аталады. Соңында біз тағы да осыған жеке бір қосымша басқа видеоларда мүмкін қосымша программалар, шынайы түрде бір программалар жасап көреміз. Біз шартты операторды өттік, одан кейін функция деген бар. Бұл функция енді программалаудың басты бір элементтерінің бірі. Функцияны немен салыстырса болады. Мысалға, мынадай айталық бір завод бар. Сол заводта арнайы бөлім, айталық машина құрастыратын завод. Ол заводта машинаны дизайнмен айналысатын адамдар бар. Оны бояйтын адамдар бар, оны құрастыратын адамдар бар. Оны бір упаковкілеп, сондай да бір мүмкін автотұраққа қоятын адамдар бар. Немесе соның жұмысын тексеретін адамдар бар. Яғни сол адамдарды бөлімдер бар дейікші, 5 бөлім бар деп алайық. Ал енді мысалға дизайн дайын болды ма, ол дизайн қандай да бір бөлімге өтеді. Ол просто мысалға көлікті құрастыру. Ол көлікті құрастырады да просто келесі бөлімге беріп жібереді. Яғни машинаны бояйтын бөлімге. Олардың барлығы бір-біріне араласып жатқан жоқ. Бұны бір функциямен салыстыруға болады. Ал енді ол программалау тілінде қалай жасалады? Яғни JavaScript тілінде. Ол үшін біз просто функция деп жазамыз. Function деп мен мыналардың барлығын кетіріп бастайын.
Бұны сіз әрине кетірмеңіз, сіз сақтап қойыңыз, әрі қарай жұмыс жасауға керек болады. Ол үшін біз function деп жазамыз. Мысалға full info деп. Енді кез келген сөз жазуға болады, full info деп. Енді бұл функцияның қызметі қандай да бір жұмысты орындап, нәтижесін қайтару. Мысалға, бізде мынадай болуы мүмкін. Бізге жай ғана екі санның қосындысын қайтару қажет. Мысалға, calc деп жазайық, calc, яғни calculate деген сияқты. Мына жерге біз бұл функция нелерді қабылдайды, соны жазамыз. Мысалға, num1, num2. Бұл осы екі санның қосындысын экранға шығару қажет. Ол үшін біз alert дейміз. Num, мысалға 1, қосылған num2. Одан кейін біз осы функцияны іске қосу үшін оны шақыруымыз қажет. Ол үшін мына функцияның атын мына жерге жазамыз, кез келген жерге. Одан кейін мына жерге num1 незатқа тең, мысалға 10-ға тең. Және мынауда 10-ға тең. Яғни 10 мен 10-ның қосындысын экранға шығару қажет. Біз осылай шығарамыз, сол кезде 20 деп шығарады. Ал енді адамдарда сұрақ туындауы мүмкін. Неге мысалға мынаны былай жаза салуға болмайды? Әрине олай жаза салуға да болады. Бірақ сіз мына функцияның ішіне басқа да элементтерді қоссаңыз болады. Мысалға, егер сан 0-ден төмен болатын болса, оны есептемеу немесе екінші сан осындай бір нәтижеге тең болатын болса, экранға қандай да бір ошибка шығару деген секілді. Немесе ең басты плюсы, мынаны сіз қалағаныңызша шақыра аласыз. Былай, мысалға, осынша рет. Егер шығаратын болсақ, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Мына жерге қанша рет жаздық, сонша рет мынау орындалады. 3 рет жаздық па, 3 рет орындалады. Міне 1, 2, 3. Мына жерге мысалға сіз жаңағыдай if деген сияқты условие қойсаңыз болады. Егер мысалға айталық, бірінші сан 0-ден жоғары болса, айталық, мысалға біреу жазуы мүмкін -1 деген секілді, немесе -1000000 деген секілді. 0-ден жоғары болса, сондай жағдайда ғана мен экранға нәтижені шығарам. Ал ондай болмаған жағдайда мен экранға ештеңе шығармаймын. Мысалға, жазалық, екі функция бар. Мынау 0-ге тең, мынау мысалға ештеңеге тең емес. Экранға негізі 10 деп шығу керек, бірақ 20 деп шығарды. Одан кейін ештеңе шыққан жоқ. Неге? Себебі мынау тексерді. Мынау егер 0-ден үлкен болған жағдайда ғана экранға шығарам. Басқа жағдайда оны шығармаймын деген сияқты. Мынау 10-ға тең, мынау 0-ден үлкен яғни. Егер сіз мынаны жеке жазатын болсаңыз, мына жерде мысалға сізде тағы да осы сияқты бір осынша функция болатын болса, осынша функция, соның барлығын жеке-жеке жазып шығуыңыз керек былай. Ол өте сұмдық. Мына жерде тіпті мынау 3 ғана строк код қой. Әдетте бір 100 болуы мүмкін мысалға, немесе одан да көп болуы мүмкін. Немесе одан аз. Әдетте мысалы 10-15 строк жазылуы мүмкін. Функция дегеніміз осылай. Осы жерге қалағанымызша жіберсек болады. Мысалға num1, мысалға оператор деп жазайық. Оператор. Қандай оператор? Егер оператор мысалға мынадай функция жазайық. Егер оператор жаңағы if-ті қолданайық. Егер оператор тең болатын болса, оператор деген сөзді қате жазып алмайын. Егер бірдеңені қате жазатын болсаңыздар, ол экранға шықпайды. Егер тең болса, мысалға плюске, онда біз екі санның қосындысын экранға шығарамыз. Ал егер else, if керісінше оператор мысалға минусқа тең болатын болса, керісінше біз екі санның алымын, яғни азайтамыз екі санды бір-бірінен. Енді осылай жазайық. Біріншісі осыған тең. Және бұның қосындысын экранға шығару қажет. Керісінше мынандай жағдайда біз азайтамыз. Мысалға мынаны айталық 15 дейік, мынаны 5 дейік. Енді көресіздер не шығатынын. Мынау 20 шықты. Иә, дұрыс. Мынау 10 шықты. Себебі мынада. Мынаған қосты. Егер мынау тексерді, егер мынау қосуға тең болатын болса, онда мен екеуін қосам.
керісінше ол азайту болатын болса, онда мен оны азайтам мына саннан мына санға. Яғни мынау 15-ке тең, мынау 5-ке тең. Яғни азайтындысы 10-ға тең. Міне осылай жұмыс жасайды. Енді бұл басында мен алғаш рет жұмыс жасаған кезде функция деген не екенін мүлде түсінген жоқпын. Бірақ бұл кез келген программалау тілінің бастапқы элементі ол функция десе де болады. Мысалға Kotlin-ді алыңыз, Python-ды алыңыз, қандай да бір сайт істейтін болсаңыз, немесе бір программа істейтін болсаңыз, ол жерде ең көп жазылатын дүниенің бірі осы функция, условия. Және сол условия дегендер көп қолданылады. Мен өзім не көп қолданылады, соны үйретіп жатырмын осы видеода. Одан кейін тәжірибе жүзінде бұның барлығы әрине керек болады өте. Енді мен мынаны кедергі болмас үшін кетіріп бастайын. Мынаны тіпті бізге HTML мен жұмыс жасамаймыз бүгін, тек қана былай тұра берсе де болады. Енді біз функция дегенді өттік, одан кейін цикл деген бар. Енді JavaScript-те экранға шығарудың алерттен басқа мынадай жолы бар. Document Bright. Document Bright мысалға ертайға тең. Немесе IT деп жазайық, IT. Сондай жағдайда міне IT деген сөз экранға шығады, яғни HTML сияқты. Бұл жерге HTML кодта жазуға болады. Мысалға H1 деген сіздер үйренген болсаңыз, егер онда не екенін жақсы білесіз деген ойдамын. Сондай жағдайда міне осындай HTML кодтарды жазуға болады. Керісінше былай мысалға көбейтсеңіз де болады. Ctrl-Shift-дан бассаңыз, мына Sublime текстте ол осыны көбейтеді дәл осылай. Осындай жағдайда міне дәл осылай кетеді. Жаңағыдай JavaScript кодты жазсаң болады. Мысалға 5 қосылған 5. Не осылай 10-ға тең. Енді біз циклмен жұмыс жасайық. Бұл қандай да бір әрекеттің қайталануы. JavaScript сабақтарын әрі қарай жалғастырамыз. Енді бізде қалғаны цикл және массив. Цикл деген бұл кез келген программалау тілінде бір ажырамас бөлшегінің бірі өте көп қолданылады. Енді бірақ сізге басында бұлардың барлығы түсініксіз болып көрінуі мүмкін. Бұнымен мен не істеймін деген секілді. Бірақ тәжірибе жүзінде жұмыс жасағаннан кейін, сол реальный проектілер жасағаннан кейін ол түсінікті болады. Енді цикл for деген бар. Бұны жасау үшін біз былай жазамыз. For, одан кейін let a тең болады мысалға 0-ге. Енді a және оннан кіші. A оннан кіші және a++. Енді экранға шығарамыз бір цифрларды. Bright. Мысалға a. Цикл, яғни бұл қайталанады. Аты айтып тұрғандай, цикл ол қайталанатын операторлар белгілі бір деңгейде. Оны жасаудың енді біраз жолдары бар. Мен while және for деген осы JavaScript-те ең танымал екеуін көрсеттім. Міне, бұл жерде қалай жұмыс жасады? 0-ден бастап 9-ға дейін шығарды. Енді егер сіз мына жерге 0 деп жазсаңыз, 0-ден бастайды. Егер мысалға мен 6 десем, онда 6-дан бастап 9-ға дейін шығарады. Енді бізге 10-ға дейін шығару үшін былай жазсақ болады. 10-ға тең немесе 10-нан кіші. Үлкен немесе тең деген сондай математикада бұрын болған. Біз оқыған кезде, енді қазірде бар ғой. Енді бұл программалауда да соған ұқсас көптеген дүниелер бар. Енді осылай. Енді мына жерде плюс-плюспен қоса минус-минус деген бар. Ол керісінше, мысалға 10-нан керісінше 0-ге қарай кетеді. Ол үшін біз минус-минус деп жазамыз, және мына жерге керісінше жазамын мен. Бұлай. A 10-нан кіші. 10-нан кіші деп. Одан кейін мынаны 10 дейм. То есть, мынау A 0-ден үлкен болады. Және міне осылай. 10, 9, 8, 7, 6, осындай 1-ге дейін міне, көріп тұрғандарыңыздай. Енді бұл for циклы дәл осылай жұмыс жасайды. Қайталап жазып көрсеңіздер болады. Енді тағы JavaScript-те while деген цикл бар. Бұл while қалай жұмыс жасайды? Мына жерге бірінші while деп жазамыз, одан кейін мына жерде код орындалады. Бірінші біз мына жерге условие жазамыз, яғни шарт қоямыз. Мысалға айталық. Мысалға сайтта мынадай функция бар. Қолданушының логин паролін тексереді. Егер жазған коды қате болатын болса, қайта-қайта логин пароль жаз деп жаңағы не істей береді, сұрай береді.
Енді оны мысалға wild секілді сондай мүмкіндікпен де жасауға мүмкіндік бар, солай жасауға да болады. Бұл әрине мысал ғана, реальный түрде ол басқа бір жұмыстарда қолданылады. Мына жерге условия қоямыз. Мысалға айталық, егер а кіші болса 10-нан, а 10-нан кіші болса дейміз мына жерге мысалға жазамыз let a тең болады мысалға 1-ге. Документ bright a деп жазамыз. Енді бұл жерде а емес, мысалға бір окей деген сөз жазайық. Экранға шексіз түрде окей деген сөз шыға береді. Ол үшін мына условия орындалған жағдайда, яғни а 10-нан үлкен болған жағдайда, яғни мынаны керісінше жазып қойыппын, 10-нан кіші болған жағдайда. Қазір мен мынаны ашамын. Міне, көріп тұрғанымыздай экранға ештеңе шықпайды. Себебі ол бесконечный түрде орындалып жатыр, мынау тіпті үлгермейді. Егер сіздің компьютеріңіздің мощностьы төмен болса, тіпті браузеріңіз қатып қалады, сондықтан лучше мынаны алып былай жауып тастаған дұрыс. Экранға ештеңе көре алмайсыз, себебі мынау шексіз түрде орындалып жатыр. Сондықтан біз солай болмас үшін мына жерге a++ дейміз. Яғни мынау 10-нан үлкен болған жағдайда бұл былай істейді. Мынау a 1-ге тең. Енді мынау тексереді. Егер a 10-нан кіші болса, экранға окей деп шығара береді. Одан кейін мынау экранға шыққаннан кейін a++ болады. Яғни a 1-ге тең болатын болса, келесіде 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дейді. 11 болған кезде, немесе сол нәтижеден асқан кезде мынау тоқтайды. Қазір көрейік. Міне окей. Мына жерде енді түсінікті болу үшін мен a деп жазайын. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді бұл жерде бұл не істейді? Мынау кете береді, орындала береді. Мына а 10-нан кіші болған жағдайда мынау орындала береді, бесконечный түрде. Сондықтан мына жерде міне 9-ға дейін шығып тұр. Енді бізге 10-ға тең болғаны керек болса, онда бүйтсек болады. Не 10. Немесе былай жасасақ болады. Тең болса деген бар. Егер 10-ға тең болса ғана, онда экранға міне шығады. Мына жерге ештеңе шықпайды. Себебі мынау 10-ға тең емес. 10-ға тең деп жазсақ, міне экранға 10 деп шығады. Енді бұл массивпен программистер өте көп жұмыс жасайды. Қандай данный болса да, мысалға сіздің блог сайтыңыз болса, сол жерде посттарды сіз массив түрінде аласыз. Бұл массив деген белгілі бір ақпараттарды сақтауға арналған. Мысалға бүйтіп жазайық. Мысалға let names, және массив жасау үшін JavaScript оның біраз жолдары бар. Массив жазудың, енді мен видеоның аяғында осы бір сайттарға сілтеме берем, сол жерден сіз толық түрде документациясымен танысып шықсаңыз болады. Біз тек қана базовый деңгейде ғана қарастырдық. Болмаса айтатын дүние өте көп JavaScript бойынша. Жай ғана new array деп жазамыз. New array деген бұл жаңадан array деген массив деп аударылады. Енді массив деп біз айта берейік. Қазақша бір информатика сабағында бір атаулар есімде қалып еді, қалай атайтын, бірақ ол вообще түсініксіз болып кетеді. Енді массив дегеніміз дәл осындай. Бұның ішіне біз ақпарат жаза аламыз. Мысалға айталық names деп қойдым, мен ертай деп жазамын. Ертай, мысалға Абай, Ханан деп, мысалға білмеймін, ойыма келген жазып жатырмын. Бек, Наз. Не осылай болады. Енді бұның ішінде жазылған ақпараттарды біз экранға шығаруымыз қажет. Оны шығару үшін біз білетіндей документ bright деген бар. Names деп жазамыз және ашып қараймыз. Мынаны тоқтатайық. Міне көріп тұрғанымыздай осындай ақпарат шығады. Енді массивтің айырмашылығы тек қана біз белгілі бір ғана ақпаратты шығаруымызға болады. Мысалға, маған экранға ертай деген сөз шығару керек. Ол үшін мен не істеймін? Осындай ашам, 0 деп жазам. Міне ертай деп шығады. Неге мен 0 деп жаздым?
кез келген, жалпы мен жұмыс жасаған кез келген программалау тілінде, басқа да практически кез келген программалау тілінде цифр нөлден басталады. Егер сізге мысалға ертай деген сөз керек болатын болса, ол бірінші тұр. Мына жерге 1 деп жазбайсыз, 0 деп жазасыз. Яғни мынау 0-ге тең, 1-ге тең, 2, 3, 4-ге тең. Мысалға экранға абай деп шығару үшін 1 дейміз, және экранға міне осылай шығады. Енді қосымша 3 деп жазсаңыз, міне дәл осындай бек деп экранға шығарады. Енді керісінше былай өзгертуге болады. Мысалға names 0-ші, яғни 0-ші тең болады мысалға ертай гюге. Осылай біз белгілі бір элементті өзгертеміз. Мысалға ертай деген осындайға тең болмайды, ол ертай гюге тең болады. Ертай қуанышевқа тең болады, яғни. Не, экранға осылай шығады. Осылай ақпаратты өзгертуімізге болады. Яғни массив кез келген ақпарат сақтауы мүмкін. Мысалға блог сайт болатын болса, посттардың тізімі, қолданушылардың тізімі, немесе сайтты қандай динамикалық сондай контент бар, соның барлығын сақтайды. Мысалға Инстаграмды алайық. Инстаграмда қолданушылардың тізімі бар, посттардың тізімі, лайктардың тізімі, комментарийлер, немесе стористер, оны кім қарады, қанша адам қарады деген секілді. Сондай ақпараттың барлығын осындай массивте сақтайды. Әрине, ол үшін негізі деректер базасында сақталады, бірақ ондағы ақпараттарды сіз массив түрінде аласыз. Енді біз массив туралы қысқаша қарастырып өттік. Онымен жұмыс жасаудың өте көптеген басқа да тәсілдері бар. Сілтеме осы видеоның астына мен біраз пайдалы сайттарға өзім ұсынатын тастап кетемін. Сол сайттарды ашып, JavaScript бойынша басынан бастап соңына дейін қарап шығуды мен ұсынам. Бұл базалық деңгейдің ең қарапайым сондай түрлері, және әр темаға қатысты қарастыратын заттар өте көп. Мысалға JavaScriptте датамен жұмыс жасау бар деген секілді. Қосымша сол сияқты қызықты программалар ойластыруға болады.